Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай блиндан торт жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамыздың үстінен қантымызды салып, оның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткен ұн болуы керек. Егер менің арнамдағы рецепттер сізге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыздар. Және енді біз осы массаның үстіне қайнап тұрған суға 1 шай қасық содамызды салып, үстінен құямыз. 1 келкі масса шыққанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің блинчиктеріміздің құрамы осындай болуы қажет. Міне сұйықтау. Енді осы блинларымызды қызып тұрған табамызға құйып, 2 бетін аударып пісіріп алатын боламыз. Блинчиктеріміз міне пісуге жақындаған кезде осындай узорлар шыға бастайды бетіне. Енді келесі бетіне аударып, екінші жағын пісіріп аламын. Ол үшін осылай шетінен ғана ұстап аударамын. Әрине кішкене ыстықтау, қолдарым кішкене күйуі мүмкін, бірақ солай жасаған маған ыңғайлы. Осылай барлық блинчиктарымды мен пісіріп алдым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі болып тұр, сап-сары болып. Осылай барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Міне менде барлығы пісіп шықты. Енді біз тортымызды жинауға кірісеміз. Бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыз болады. Менде бұл жерде қаймақ және қант ұнтағы, сгущенканы қосып, жақсылап араластырып алдым. Осындай крем шығады. Енді керек форманы алып, осылай бірінші 4 блинчикті орналастырамыз және әр слойдың арасына біз қаймақтан жасалған кремімізді жағып шығатын боламыз. Қалауыңыз бойынша тортыңыздың арасына түрлі жеміс-жидектерді салсаңыз болады. Мен қазір дәл ортасына жеткен кезде 1 дана бананды турап арасына қосатын боламын. Егер сіз қаласаңыз, әр қабатқа банан және басқа да өзіңіз қалаған жеміс-жидекті қосып жасасаңыз болады. Тортыңыз одан сайын дәмді, реңді болып шығатын болады. Міне мен ортаңғы бөлігіне келдім. Банандарды осылай орналастырып жатырмын. Енді үстіне кремімді жағып, ары қарай тортымызды жинайтын боламыз. Бұл жерде бізге бір тортқа шамамен 15-20 көлемінде блинчиктер кететін болады. Барлығын жинап болғаннан кейін осылай жауып, блинлармен бетін тарелкамен немесе пищевой пленкамен жауып, холодильникке 1-1,5 сағатқа қойсаңыз болады. Егер уақытыңыз болмаса, қоймауға да болады. Содан соң осылай тортымды аударамын. Енді бетін өзіңіз қалаған декормен сәндесеңіз болады. Қаласаңыз, сыртынан крем жақсаңыз, немесе осылай мен секілді анармен және де қант ұнтағымен сәндеп шықсаңыз болады. Енді ол әр қыз-келіншектің өзінің идеясына байланысты. Міне тортымызды кесіп көрейік. Арасы өте жұмсақ, кремі сіңген, әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, маған қолдау білдіріп, арнама тіркеліп отырыңыздар. Менің келесі видеоларымда кездескенше барлықтарыңыз аман, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі кездескенше.